Баршаңызға сәлем. Бүгін тағы да бір видео түсіруді жөн көрдім. Ойыма бір тақырып сарт ете түсті. Бірден соны ұмытып қалмайын деп сіздерге жолдайын деп шештім. Жалпы мен видеоларымда қозғалған тақырыптар бір кезде өзіме проблема тудырған, және мен сол сұрақтардың жауабын тапқандықтан сіздермен бөлісіп түсіріп отырмын. Бүгін енді миссия тақырыбын қозғамақпын. Сәл күрделірек, көбі ойлана бермейтін тақырыптардың бірі дей тұрғанмен бұл біздің өмір сүруімізге ең негіз болатын сұрақтардың бірі. Оны әр адам ойлану керек. Менің миссиям қандай? Аллах тағала мені не үшін жіберді? Жалпы бұл өмірде менің атқаратын қызметім қандай? Осыны табу үшін мынадай бір сұрақтарды өзіңізге қойғаныңыз абзал. Сол сұрақтардың жауабын тапсаңыз, сіз миссияңызға жақындай түсесіз. Себебі мен өзіме сол сұрақтарды қою арқылы өзімнің миссиямды тауып, сол жолда келе жатырмын, Аллаға сансыз шүкір. Ең бірінші, өзіңіздің бойыңыздағы қасиеттерді дәптерге жазасыз. Яғни, Аллах тағала сізге қандай қабілеттер берді? Кешірім сұраймын, қасиет емес, қабілет. Қандай қабілеттер берді? Мысалға, сіздің қолыңыздан не келеді деген сұраққа жауап жазасыз. Бірінші сұрақтар тізбегін жазып алыңыз. Аллах тағала сізге қандай қабілет берді, яғни қолыңыздан не келеді? Және де екінші, сіз бұл өмірде үмбетке не жасап пайдалы бола аласыз? Сіз осы сұраққа жауап табу арқылы бір оқпен екі қоянды атасыз. Неге? Себебі сіздің самооценкаңыз, өзіңізге деген сеніміңіз артады. Бұл сұрақтың жауабын тапқандықтан өзіңіздің қолыңыздан неше түрлі нәрсе келетінін біле бастайсыз, және де самооценкаңыз көтеріле бастайды. Ал егер бұл сұрақтардың жауабына қиналып жауап бере алмасаңыз, дей тұрғанмен сәл-пәл енді ұзағырақ ойлансаңыз, ол жауап бересіз. Бірақ енді миыңызды басыңызды қинағыңыз келмесе, жауап таба алмай отырсаңыз, онда менің миссиям бақытты болу деген ұстанымды ұстансаңыз болады. Одан әрі қарай сізді бақытты қылатын не? Яғни сіз не жасасаңыз, қандай болсаңыз бақытты боласыз деген сұрақтарға жауап тапсаңыз, сіз қандай күйде бақытты боласыз? Міне осы сұрақтардың барлығына жауап тапсаңыз, сіздің айналып келгенде миссияңыз жаймендеп шыға бастайды. Сіз өзіңіздің сүйікті ісіңізді табасыз, жаныңыз рахаттанатындай, жүрегіңіз тыныш болатындай іс-әрекеттерді жасайсыз деген секілді. Адамдарға көмектесе бастайсыз. Осындай бір ойлар келеді өздігінен. Ол әр адамға келеді негізі. Сол үшін өзіңізге уақыт бөліп, осы тұста ойланыңыз. Біз кейде былаймыз ғой, мысалға мен де бұл күйді кештім. Бірдеңе жасап жатырмын, бірақ ешқандай мән жоқ. Жай ғана жасап жүргендей көрінеді. Өзіме бір шабыт бермейді, қызығушылығым артпайды, немесе бір-екі рет жасаймын, содан кейін тоқтап қаламын деген секілді. Оның барлығы миссияның жоқтығынан. Миссия болмаса, сізде мақсат та болмайды. Ал егер сізде миссия пайда болса, онда сіз сол миссияға жету жолында неше түрлі ойыңызға жоспар, мақсаттар келеді. Сонда сіздің әр жасаған әрекетіңіз мәнсіз болмайды, керісінше сізге шабыт береді. Сол үшін де өзіңіздің миссияңызды табуға ұмтылыңыз. Аллах тағала ешбіреуімізді жайдан жай жаратқан жоқ. Аллах тағала ұлық қой, барлығымызды белгілі бір іске икемдеп, керемет етіп жаратты. Сол үшін де сол кереметті өзімізден табайық, өзімізді зерттейік, былайша айтқанда. Егер ұнаса, комментарий жазыңыз, каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз, өз ойыңызды осы тақырып төңірегінде айтсаңыз, білдірсеңіз болады.